не болды? Бір өлеңге ұқсайды. Өзіміздің ана бейбіт қорғанның шоқ қыздар ғой ма? Не, кейс болатын нәрсе болып тұр. Не болды? Бірінші орынға не берейін деп атсыз? Бірінші орынға үлкен плазменный телевизор. Жарайды, кеттім мен ада. Не болды? Білесіз ғой, мен тек қана машинаға айтысатынымды. Айтпайсыз ба, алдын ала машина дейді телевизор деп. Мен айтыспаймын. Балғынбек, телевизорың құтты болсын. Рахмет. Кейін барған жеріңе тастай болып кететінге Құдай қаласа көзім жетіп тұр. Мен барып гүмп ете қалам ғой. Гүмп и все ғой. Жоқ ой, гүмп. Былш ете қаласың. Мысалы лаймын ба былш ете қалатын, мен асыл таспен гүмп ете қалатын. Өйле қаласың. Не ғой? Жалпы қыз деген барған жер, мысалы Астанаға келіп болып келдің ба сен? Астанаға келіп бір өзім ғана бақытты болам деп ойлама. Сонда не бүкіл Астананы бақытты қылым керек па мен? Конечно. Бүкіл Астана. Не үшін келдің? Айгүлі, жаным саған келдім мен. Не? Кішкентай бір зубный паста бере тұрасың ба? Сұрайтын әдетіңді әлі қоймапсың ғой, Жанара. Бар ана жерде кішкентай ал. Щеткаң қай жерде тұр? Жынсың ба? Біреудің щеткасымен қалай жуынасыз, Жанара? Айгүлі, бір-ақ рет жуамысың ғой? Тиіспе оны, біреудің тиіспе ол щеткаға. Түсін ба? Өзім Дамелиядан сұрап алғам мен оны. Осы жарым бар ғой, гиена деген нәрсені түсінбейсің. Орысша сөйлемеш! Орысша сөйлемеш, Нұргүлия! Гиена емес, гигиена десей! Бопты, білетінді білдік, гигиенал болды ма? Шыншамаш өзімді қалайсың ғой. Ой, қарсы. Атың кім? Нұрай. Нұрай ма? Айналайын, қайным салтанат деген қызды алам, салтанат деген қызды алам деп қоймайтын еді, ақыр алыпты ғой Нұрайды. Дұрыс қыпты. Қай жердің қызсың? Шымкенттің Құтарыс деген ауылынан болам. Енді бұл бала менің қолымда өсті ғой. Мен келін болып түскенде кішкентай бала еді. Сол жүдә өзі бір ана Түлкібас деген жерді жақсы көретін. Жеңше көресіз, Түлкібастың қызын алам, Түлкібастың қызын алам дейтін еді. Ақыры Құтарыстың қызын алыпты, дұрыс қыпты.